қолы ашық адам болсаңыз, өз шекараңызды білгеніңіз абзал. Себебі сізден алып үйреніп қалғандар да өз шекарасын білмей қалуы мүмкін. Жүрегі таза, мейірімді адам екендігіңізге күйінетін кездеріңіз болды ма? Бірақ олай етпеңіз, жақсылық ешқашан жерде қалмайды. Біреуге қаншалықты қадірлі екеніңізді уақыттың өзі көрсетеді. Әрбір нәрсе өз уақытында келеді. Бұл үшін сіз сабырлы әрі сенімді болыңыз. Сөзіне емес, амалына сеніңіз. Тәуекелге бел буа алмайтын адам өмірде ештеңеге жете алмайды. Өзіңізді қалай барсыз, солай ұстаңыз. Өзіңізді өзгелердің алдында жақсы әрі сыпайы етіп көрсету күлкілі әрі жасанды көрінеді. Ешкімнен ештеңе дәметуді, ешкімнен істеген жақсылығыңыздың қарымтасын күтпеуді үйреніңіз. Егер мақұл іс істесеңіз, шын көңілден және міндетсіз қылыңыз. Сонда өзіңізге де өмір сүру 100% жеңіл әрі оңай болады. Ешкім сіздің орныңызға өмірлік қиындықтарыңызды шешіп бермейді. Ол үшін өзіңіз әрекет етуіңіз керек. Жұрттың бәрі сізді жақсы көре бермейді, мұны өмір дейді. Миыңызды өзіңіз басқармайды екенсіз, оны басқалар басқаруға өтеді. Қайғың асса, дәрия жағала, қуанышың артса, мазар жағала. Адам өсуге ұмтылуды тоқтатқан күні өледі. Үлкендер жастарға ақшаңды үнемде деп кеңес береді. Бұл өте жаман кеңес. Ақшаны үнемдемеңіз, ақшаны өзіңізге инвестиция жасаңыз. Егер сіз қолымнан бір нәрсе келеді десеңіз, онда сіздікі жөн. Ал егер қолымнан ештеңе келмейді десеңіз, онда тағы да сіздікі жөн. Егер отынды өзін жарсаң, онда үйің екесе жылы болады. Дүниедегі ең оңай іс бұл ақыл айту. Сол үшін болар мұнымен айналысатын адамдар өте көп. Жеңілгендерден гөрі берілгендер көп. Досым маған не берді дегеннен бұрын, мен досыма не бердім деп ойлан. Кейде 32 тіс тілге ел қыла алмай басы бәлеге қалады. Ақыл үлкен қазына, оны қаншалықты көп қолдансаңыз, соншалықты толса береді. Сахнадағы ойын өмірдегі ойындар алдында ойыншық болады. Шыншыл адамның бір ғана әлсіздігі бар, оны алдау оңай. Екі қошқар сүзіссе, бөрінің несібесі бүтін болады. Күлуді білмейтін адам бақытсыз адам. Ал жылауды білмейтін адам екесе бақытсыз. Егер адамның досы аз болса, демек өмірлік тәжірибесі мол. Жақсы адам бол, бірақ мұны дәлелдеу үшін уақыт жоғалтпа. Егер бүгін жүруді бастамасаң, ертең жүгіруіңе тура келеді. Бәріне ұнауға әрекет етпе, себебі мұның лажы жоқ. Қанша көп сөйлесең, сөзіңнің мәні соншалықты кем болады. Наданмен сөз таластыруға уақытыңды сарп етпе. Ең жақсы киімдеріңді бүгін ки, жақсы көретін тағамыңды бүгін дайында. Айтқың келген сөздеріңді бүгін айт. Қолайлы уақытты күтпе, ол ешқашан келмейді. Өзіңді және өміріңді өзгемен салыстырма. Әйтпесе ешқашан бақытты бола алмайсың. Жаманға жолама, боларсың жаман. Қарасын жұқтырар әрдайым саған. Тікенге тимей, раушан гүлін үзіп болмас. Білуші сөйлемейді, сөйлеуші білмейді. Дүниеде әртүрлі ұрылар арасында ең жаман ұрылар ақымақтар. Себебі олар уақытың мен көңіліңді ұрлайды. Сені өз мақсаты үшін пайдалануды көздейтіндерден аулақ жүр. Көз көңілдің айнасы. Адам алғашқы 2 жылда сөйлеуді, қалған өмірінде үнсіздік сақтауды үйренуі керек. Бәріне дос болған, ешкімге дос болмайды. Сұлулық бұл қысқа уақыт әкімдік ететін патшайым. Сөз әсер етпейтін адамға таяқ та зая. Қалаған амалын табады, қаламаған желеу табады. Қателіктің ең оңай жолы бұл көпке еру. Ақылды адам өмірде 3 нәрседен қашады. Жастығында мәнсіз күлкіден, орта жаста жанжалдан, кәрілікте ашкөздіктен. Көз соқырлығынан көңіл соқырлығы қиын. Дүниеде еш нәрсе бүгінгі күннен қымбат емес. Туу өлімге апаратын бірінші жол. Ақылды адам көпті білетін адам емес, өзін білетін адам. Құс тірі кезінде құмырсқаны жем етеді,
ал құс өлгенде өзі құмырсқаға жем болады. Қаншалықты күшті болсаң да, уақыт сенен де күшті екенін ұмытпа. Нағыз ұлылықтың белгісі өз қатеңді түсіну.